егер қажет болса экшн, егер қажет болса экшн. Қазақтың дарахан даласы продакшн, national sound, dig to it fashion. Сәлем құрметті қыздар, жігіттер, сіздермен бірге Дархан Академи. Бүгін біз сіздермен бірге анатомиядан бұғананың анатомиясын қарастырамыз. Бұғана орысша ключица, латынша клавикуля деп айтамыз. Бұғана және жауырын, мынау бізде бұғана міне. S тәрізді деп сіздерге береді кітапта, ағылшынның S әрпіне ұқсайды деп. Бұғана және де жауырын, мынау бізде жауырын, скапуля, екеуі қосылып, міне, бұғана мен жауырын екеуі қосылып, жоғары қол белбеуі немесе верхний пояс конечностиді құрайды. Енді мына бұғананы біз өзін бөліп алайық. Адамда екі бұғана болады, оң жақ және сол жақ бұғана. Бұл жайлы енді білетін шығарсыздар деп ойлаймын. Бұғананың одан бөлек бізде екі беті бар. Екі беті бар. Ол бізде жоғарғы беті, бізде жоғары беті facies superior clavicula. Сонымен қатар бұл жерде бізде тағы да несі бар? Төменгі беті бар. Facies inferior clavicula. Давайте қазір ең алдымен жоғары бетін қарастырайық. Мынау бізде жоғарғы беті. Так. Жоғары бетінде біз қандай құрылымдарды ажыратамыз десе сіздер айтасыздар. Жоғары бетін өзінде біз ажыратамыз. Бұғананың денесін, қазір жасылмен тұр, ол бізде corpus clavicula. Одан кейін бізде акромиальды ұшы бар. Міне, extremitas acromialis. Осы extremitas acromialis арқылы ол не істейді? Жауырынның акромиальды өсіндісіне барып бекінеді. Давайте мына жерден қарайық. Міне, мынау бізде акромиальды беті. Солай жауырынның акромиальды ұшы арқылы жауырынның акромиальды бетіне келіп не істейді? Бекінеді. Мына суреттен біз оны көре аламыз. Окей, енді дәлше кеттік. Тағы да біз бұл жерден қандай құрылымдарды көре аламыз? Одан бөлек екінші беті бар. Ол бізде грудинный конец немесе төстік беті деп айтамыз. Extremitas sternalis clavicularis. Немесе просто extremitas sternalis десеңіздер де дұрыс болады. Ол не істейді? Мына бетімен барады да төске барып бекінеді. Төске барып бекінеді және дәл осы жерден біз мына жерден қазір мынаны фиолетовый басатын болсақ, мынау бізде көріп отқандарыңыздай төстік буындық беті. Facies articularis sternalis. Давайте оны қазір мына суреттен қарайық. Міне. Аны алып тастайық. Щоб сіздер көріну үшін. Мынау бізде төс. Мынау бұғана. Мынау бұғананың аппақ болып тұрған буындық беті. Қандай буындық беті? Төстік буындық беті. Facies articularis sternalis. Ал мынау ұшы осыған жақын тұрған. Давайте мен сызайын оны сіздерге қызылмен. Мынау жері, мынау жер. Ол қандай? Төстік ұшы, extremitas sternalis. Осыны сіздерге білу керек. Окей, кеттік. Дальше. Енді біз давайте төменгі жағынан қарайық. Төменгі жағынан қарайық. Төменгі жағынан қарайтын болсақ, біз қандай құрылымдарды көреміз? Обязательно денесін көреміз. Одан басқа біз көреміз акромиальды бетін көреміз. Акромиальды бетін бағана айттық, осылай не істеп акромиальды бетімен ол барып жауырынға бекінеді деп айттық. Одан басқа мына жерде төстік беті бар. Төстік беті бар. Және осы жерде бізде тағы да бірнеше құрылымдар қосылады. Мынау бізде жүлге. Бұл жүлгеден не істейді? Астында бізде бұғана асты бұлшықеттік жүлге деп айтады. Sulculus musculus subclavi деп айтамыз. Одан басқа мынау бізде төмпешік. Мынау төмпешік. Мынау бугорок, төмпешік. Бұны біз не деп айтамыз? Конус тәрізді төмпешік деп айтамыз. Tuberculum canoideum деп айтамыз. Одан басқа мына жерде бір линия бар. Міне, мынау жасылмен боялып тұрған линия. Бұл линияның аты трапеция тәрізді линия. Линия трапездея деп айтамыз. Трапезоидея деп айтамыз. Одан басқа мына жерде тағы да бір бастырылып орналасқан бір құрылым бар. Оны біз деп айтамыз? Давление реберно-ключичной связки деп айтамыз. Импрессия лигамента лигаментикоста клавикулярис деп айтамыз. Қашы? Бұл бізде төменгі жағынан қарағандағы
төменгі жағына қарағандағы сондай құрылымдары. Одан кейін мына жерде тағы да бір тесік бар. Ол тесіктің атын біз айтамыз. Давайте мына жерге жаза салайын. Форамен нутрицум деген тесік бар. Қоректендіруші тесік деп айтамыз, бірақ ол именно мынау суретте ол жоқ болады. Енді давайте жалпы бұғананы қарастырайық. Беттермен, чтобы сіздер шатаспау үшін. Сіздер түсініңіздер, қай жер жоғарғы беті және қай жер төменгі беті. Қазір мына суреттен бүйтіп примерно көрсетейін. Енді мына суреттен қарайтын болсақ, біз нені көреміз? Бұғананың жоғарғы жағы, жоғарғы жағы тегіс болады. Былай қарайтын болсақ, төменгі жағын көріп отырсаңыздар, төменгі жағы қандай? Кедір будыр. Міне, кедір будыр болады. Бұл сіздерге ориентир ретінде, чтобы түсіну үшін. Одан кейін медиалды беті, яғни денеге жақын беті, мына жері, бұл жері не болады бізде? Домалақ төстік беті. Төске жақын беті. Домалақ. Ал мына жердегі жалпақ болып кеткен беті, мынандай жалпақ болып кеткен беті, латеральды беті. Ол бізде акромиальды беті. Және артынан қарайтын болсақ, мына жерден шығып тұрған біз нені көреміз? Артынан қарайтын болсақ, мына жерден біз төмпешікті көреміз. Конус тәрізді төмпешікті көреміз. Міне, конус тәрізді төмпешікті көреміз. Примерно мына бұлай төмпешік қой. Осы конус тәрізді төмпешік. Осымен бұғананың анатомиясына арналған видео лекциямыз өзінің мәресіне жетті. Назарларыңызға рахмет.